Қайырлы күн, достар. Сіздермен бірге Майра Берікқызы, педагог зерттеуші. Бүгін біз сіздермен ПШО өткізген оқу сауаттылығы таным, білім, креативтілік курсынан кейінгі түйген ойларымызбен бөліскіміз келеді. Жалпы үздік педагог бағдарламасы аясында қызмет етіп жатқан 5 жыл келісім шартқа отырған педагогтер үшін осы курс тегін болды. Сол үшін де осындай мүмкіндік беріп отырған оқу ағарту министрлігі және ПШО басшысына өз алғысымды білдіремін. Тренеріме де алғысымды білдіремін. Тренерім Мұхамедерова Майраш Көбенқызы. Жалпы курстан мен не алғым келді? Осыған тоқталайық. Біріншіден, функционалдық оқу сауаттылығының ерекшеліктері мен деңгейлері туралы теориялық білімді жаңартқым келді. Мектептегі оқу үдерісінің тәжірибесінде қолданғым келді. Әртүрлі жастағы және ерекше білім беру қажеттіліктері бар оқушылардың оқу әрекетінің ерекшеліктерін ескере отырып, оқу сауаттылығын, оның ішінде электронды ортада дамыту тәсілдерін қарастырғым келді. Одан кейін тапсырмаларды әзірлеу және оқушылардың функционалдық оқу дағдыларын дамыту үшін пән бойынша оқу мақсаттарын, білім беру бағдарламаларының мазмұнын ашып қарастырғым келген болатын. Енді функционалдық сауаттылық дегеніміз не? Оның ішінде функционалдық оқу дегеніміз не? Функционалдық оқу дегеніміз белгілі бір тапсырманы орындау үшін ақпарат іздеу мақсатында оқу. Функционалдық оқуды шолу, сканерлеу және аналитикалық оқу әдістерді қолдануға болады. Мысалы, кілт сөздерді бөліп көрсету, дәйек сөздерді таңдау, диаграмма, графиктер, кестелер құру және тағы басқалар. Функционалдық оқу дағдылары қалыптасқан оқушы мәтіннен ақпаратты алу үшін оны түсінеді, оны қысқартады, түрлендіреді және тағы басқа әрекеттерді жүзеге асырады деп жазған екен Леонтьев. Енді осы ретте, құрметті әріптестер, жалпы мәтін дегеніміз не? Оқу сауаттылығында біз мәтінмен жұмыс жасаймыз. Осы мәтінде біз қандай ақпаратты табамыз? Бірінші негізгі және қосымша ақпаратты іздейміз, жасырын ақпаратты іздейміз, шынайы әрі жалған ақпарат екенін анықтаймыз. Бұл ақпараттың объективті және субъективті ақпарат екеніне көз жеткіземіз. Одан кейін толық ақпарат па, толық емес ақпарат па, соған назар аударамыз. Енді мәтінді оқу кезінде бірнеше оқылым стратегиялары жүзеге асады екен. Ол біріншіден көріп оқу, мәтін мағынасы туралы жалпы түсінік қалыптастырады. Танысып оқу, негізгі ақпаратты алады мәтіннен. Зерделеп оқу, мәтінді талдайды, талдау арқылы мағынасына енеді екен. Енді осы ретте, құрметті әріптестер, оқылым іс-әрекетінің кезеңдері, қандай кезеңдер жүзеге асады? Бірінші 3 кезеңі бар, оның оқылымға дейін, оқылым кезінде, оқылымнан кейін оқушылар жүзеге асыру қажеттілігі бар кезеңдер. Бірінші оқылымға дейін не істеуге болады? Тақырыбын сипаттайды, ерекшелігін болжайды. Оқылым кезінде жүзеге асатын әрекет пайда болған бейнелер мен түсініктерді бағалау негізінде оқылымның нақты мақсатын белгілеу және әдеби туындыны игеруге белсенді қатысу болып табылады екен. Ал енді оқылымнан кейінгі жүзеге асатын іс-әрекет ол ақпараттың мағынасын түсінуге қол жеткізу, барлық пайдалы ақпаратты алу үшін жұмыстанады екенбіз. Енді, құрметті әріптестер, PISA зерттеуінде оқушылардың оқу сауаттылығын бағалау мәтін түрлеріне қарай және оқушының бойында құзыреттіліктерге қарай жүзеге асады екен. Біріншіден, мәтін түрлері, мына жерде 3 мәтін беріп отырмыз, негізі оның түрі көп. Мысалы, біз әдетте мәтіннің түрлеріне тоқталған уақытта біз әдеттегідей тұтас мәтінді көп қолданады екенбіз, педагогтер. Негізі тұтас емес мәтінді қолданып, оқушыларға тұтас мәтіннен тұтас емес мәтін жасау, тұтас емес мәтіннен тұтас мәтін жасау тапсырмаларын беру әлдеқайда пайдалырақ екен. Қалыптасатын құзыреттіліктер: бірінші, ақпаратты табады және шығарады, ақпаратты түсінеді және бағалайды, және ақпаратты оқушы интерпретациялайды екен. Енді, құрметті әріптестер, осы ретте мына бір қысқаша видеоны сіздерге көрсеткім келіп тұр. Қазір
Жоқ, бұл емес. Мына жерде оқушыға тұтас емес мәтін берілген. Тұтас емес мәтін, яғни 9-2-1-1 оқу мақсаты аясында тұтас емес кесте, диаграмма, сызба, сурет мәтіндеріндегі мәліметтерді салыстыру және өңдеу болып табылады. Осы жердегі мәлімет бойынша оқушы өзінің ойын жеткізеді, яғни тұтас емес мәтіннен тұтас мәтін құрастырады. Видеоны тыңдап көріңіздер. Қазақстанның демографиялық ахуалы, өсімнің оң динамикасы және әлеуметтік мәселелер. 2024 жылдың 1 қазанындағы мәліметтер Қазақстан халқының саны 20,2 миллион адамнан асқанын көрсетеді. Қала тұрғындары ауыл халқынан көп. Бұл урбанизацияның қарқынды жүріп жатқанын айғақтайды. Бірақ ауылды аймақтардағы халық санының төмендеуі болашақта экономикалық және әлеуметтік мәселелер туындатуы мүмкін. Елдегі халықтың табиғи өсімі 179,2 мың адамды құрады. Жыл басынан бері 278,7 мың сәби дүниеге келгенмен 99,5 адам қайтыс болды. Бұл көрсеткіштер халық санының тұрақты өсімін көрсетсе де, өлім-жітім себептерін зерттеу қажеттілігін айқындайды. Өлім деңгейін төмендету үшін денсаулық сақтау саласындағы жерлерде, ауылды жерлерде медициналық қызметтердің қолжетімділігін арттыру маңызды. Жылдың алғашқы жартысында 95 мың неке тіркелсе, 29,3 мың отбасы ажырасқан. Бұл әрбір үшінші отбасының тұрақсыз екенін көрсетеді. Бұл жағдай қоғамдағы әлеуметтік тұрақтылыққа әсерін ескермеуге болмайды. Қала халқының өсуі, ажырасу деңгейінің жоғарылауы және ауылды жерлердегі халық санының азаюы шешуді талап ететін мәселелер. Урбанизацияның жылдамдылығын ескере отырып, ауыл шаруашылығын қолдау, жаңа жұмыс орындар құру және ажырасу деңгейін төмендету бойынша отбасы институтын нығайту шараларын қолға алу қажет. Енді өздеріңіз көріп отырғандарыңыздай, оқу мақсатына сай тұтас емес мәтін беріліп отыр, кесте түрінде, сурет түрінде сандарымен. Енді осы жерде мәтіндерінде диаграммалар бар арасында. Осы мәтіндегі мәліметтерді салыстырады және өңдейді. Бұл жерде мәтіннің ішіндегі бұл оқушы салыстырып отыр мәліметтерді, және де өзінің ойын жеткізіп отыр. Одан кейін осы мәліметтерді өңдеп, өзінің көзқарасын білдіріп отыр. Міне сол жағдайда, құрметті әріптестер, біз тұтас емес мәтіннен тұтас мәтін шығарып отырмыз. Негізі көп жағдайда біз тұтас емес мәтінді көп қолдануымыз қажет екен, құрметті әріптестер.